Қараңыздар, бұл қала. Мұнда биік ғимараттар мен зауыттар көп. Адамдар әр күн сайын осы жерде өмір сүреді. Біз жасанды ортаны зерттейміз. Мұнда табиғи ортамыз бар. Ал мына қала жасанды орта. Екеуін салыстырайық. Қайсысы таза, қайсысы ластанған. Зауыттар түтін шығарады. Ауа лас болып жатыр. Бұл адамдарға және табиғатқа зиян. Біз мұны қалай болдырмауға болатынын үйренеміз. Көліктердің газдары ауаға таралады. Адамдар демалу қиындыққа ұшырайды. Ауа ластануы үлкен қауіп. Біз қоршаған ортаны қорғауымыз керек. Мына өзенді қараңыз. Қоқыс пен пластикпен ластанған. Су тіршілікке қажет, бірақ ластанған. Біз оны тазалауды үйренеміз. Қоқыс үйіндісі табиғатқа зиян тигізеді. Пластик пен металл қалдықтары таралады. Бұл жануарларға да қауіп. Сондықтан қоқысты дұрыс тастаған жөн. Орман орнына ғимараттар салынған. Ағаштар азайып кетті. Табиғат бұзылуда. Біз ағаш отырғызуды үйренеміз. Қалада шу көп. Көліктер сигнал береді. Адамдар демалу қиын болады. Шу ластануы да экологиялық қауіп. Көп экранға қарау денсаулыққа зиян. Телефон мен планшеттер ұзақ уақыт қолданылса көзге зиян. Демалуды ұмытпаңыз. Балалар, экранды шектейік. Бөлмеде жарық аз. Көз тез шаршайды. Дұрыс жарық көзге пайдалы. Сондықтан жарықты реттеп отырыңыз. Адамдар маскасыз лас ауамен жүреді. Тыныс алу қиын болады. Ластанған ауа денсаулыққа қауіп. Біз таза ауа қажет екенін білеміз. Аула қоқыспен толып тұр. Бұл санитарлық қауіп тудырады. Қоқысты сұрыптау керек. Біз таза қоршаған ортаны сақтаймыз. Мына белгілерді қараңыз. Олар қауіп туралы ескертеді. Жасанды ортада абай болу керек. Белгілер бізге көмектеседі. Балалар қоқысты сұрыптап жатыр. Бұл экологиялық тәрбие. Табиғатты қорғауды үйренеміз. Бәріміз бірге таза орта жасаймыз. Ағаш отырғызу, табиғатты қорғау. Көріп отырсыздар, балалар қолмен отырғызып жатыр. Жасыл желекті күтейік. Табиғат бізге өмір сыйлайды. Таза қалаға қараңыз. Көгалдар көп, ауасы таза. Мұнда қауіп жоқ. Бәріміз осындай қаланы қалаймыз. Балалар велосипедпен жүр. Бұл экологиялық көлік. Ауаны ластамайды. Дене шынығуға да пайдалы. Қоқысты қайта өңдеу зауыты жұмыс істеп тұр. Пластик пен қағаз өңделеді. Бұл табиғатты қорғау жолы. Біз қоқысты сұрыптауды үйренеміз. Балалар күліп жүр. Таза, қауіпсіз ортада өмір сүру көңілді. Табиғатты қорғау біздің міндетіміз. Бәріміз бірге таза қала жасаймыз. Таза орта, қауіпсіз өмір деп жазылған. Бұл болашаққа үміт береді. Біз қоршаған ортаны сақтаймыз. Таза әлемде бәріміз бақытты боламыз. Осымен балалар, сабағымыз аяқталды. Келесі сабақты көру үшін менің каналыма тіркеліп, лайк басып пікір жазуды ұмытпа.